Bugatti қозғалтқышының бағасы Алматының қақ ортасындағы пәтермен бірдей. Жоқ, тіпті 3 пәтерге тең деуге болады. Есіңнен танып қалдың ба? Асықпа. Қазір әр болтты, әр бөлшекті тарқатып түсіндіремін. Сонда бәрі анық болады. Бұл W16 қозғалтқышы. Жай ғана мотор емес, нағыз алып. 16 цилиндр, 4 турбина, ал қуаты 1000 аттың күші. Бағасы ше? $1 миллион ар жақ бер жағында. Яғни шамамен 385 миллион теңге. Бұл ақшаға не алуға болады? Бір керемет 3 бөлмелі пәтер. Қасына қос 1 бөлмелі үй тағы. Үстіне жөндеу де жасап аласың. Ал енді сұрақ, мұндай ақшаны қозғалтқышқа не үшін береді? Біріншіден, қолданатын материалдар. Титан, көміртекті талшықтар, ұшақ жасауда қолданылатын алюминий. Бұл бөлшектер сондай қысымды, сондай температураны көтере алады. Қарапайым мотор мұндайға 1 секундта шыдамайды. Екіншіден, бәрі қолдан құрастырылады. Әр болтты адам өз қолымен орнатады. Әр миллиметр микроскоппен өлшенеді. Үшіншіден, сынақтар. Әр қозғалтқыш апталап арнайы құрылғыларда тексеруден өтеді. Қаншама рет бөлшектеліп, қайта құралады. Бәрі минсіз болу үшін. Bugatti бұл жай ғана көлік емес, бұл инженерлік өнердің шыңы. Бұл қозғалтқыш емес, сағат секілді дәл жүретін механизм. Бірақ мұнда тетіктер емес, мыңдаған ат күші жүреді. Егер қозғалтқышың істен шықса, $1 миллион дайында. Әйтпесе, арзан пәтер қарастыра бер.